сәлем бәріңізге, қалайсыздар? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз Көлсайға шығып бара жатырмыз. Қазір сағат түнгі 9 болып жатыр ма? 9 болып жатыр. 9-да біз Көлсайға шығып бара жатырмыз. Көлсайға барып, сол жақта қонып, ертең күшті демалатын боламыз. Бәріміз шықтық, қазір көрсетем. Балапаным менің. Эй, киндерім, отыр. Киндер, отыр. Киндер сюрприз, отыр. Ойбай! Осындай бұзық болған ғой. Сол, мына бұзық көрдіңіздер ғой, құлап кете жаздады коляскадан. Шығып бара жатырмыз, әппақ болып. Бұл киндер әппақ. Мен фиолетовый, в общем, сөйтіп шығып бара жатырмыз. Мына жерден бургер аламыз деп жатыр балалар. Бургер алайын деп жатыр, бургер. Бургер. Машинаны суытып қапсаңыз, суын құйып қапамыз. Жолда бургер жеп барайықшы деп тұр ғой. Ну ладно деп жатыр. Не дейді Айша? Заказды 10 минуттан кейін қабылдаймын дейді, қазір қабылдамайды. Қабылдамайды общем. Қазір адам вообще жоқ почти. В общем, бургер алмадық, потому что 10 минут заказ беруге күтесің, сосын заказдан кейін тағы 10 минут күтесің. Жарты сағатымыз кетіп қалайын деп тұр. Сонымен заправкадан анау-мынауымызды алуға келдік. Көлсайға біз қонақтарды күтуге бара жатырмыз негізі. Қонақ шақырдық. Сол жаққа шы. Құдай бұйыртса күштілеп күтіп аламыз деген ойдамыз. Қазір Айша, папасы бәрі осы заправкаға кіріп кетті. Сол анау-мынауымызды алып алайық деп. Жолдан арбузға тоқтадық. Арбуз или қауын аламыз ба деп жолдан тоқтадық. Бәріміз киткат жүктеп жатырмыз. Ас болсын. Мен қазір мынандай. Қазір мынандай болады. Везде осындайды көре береді ғой тәтем деген. Жеттік, біз жатырмыз енді. Кайфовать етіп. Түнгі сағат 2. Жат болды. Бетіме құладым ғой жынды. Мұстафады ойнап түнгі сағат 2-де, мұнауды ойнап концерт көріп жатыр. Біз машинада ұйықтадық уже, мы не хотим спать. Сөйтіп қанды шығып жатыр мыналар. Машина жол бойы 4 сағат ұйықтап келді. Енді мынандай болып жатыр. Не ойын болды екеуіңдікі? Сейчас чай ішейік деп жатырмыз. Кімге сүтпен, кімге сүтсіз? Маған сүтпен. Мама, зачем мне купить? С этим? Вообще, а почему вы не берете? Я себя снимаю. Тамағымызды ішіп алып, біраз демалып алдық. Қараңыздар, тау ғой, тау. Тип тұр ғой. Бұл Көлсайдың демалыс орны. Мынау кухня, мынау бөлме. Мынау вип. Қалған мыналар простой, обычный бөлмелер ғой. Түнде біз сағат 2-де келдік та, сонымен мыналар виптар бос болмай, сонымен біз жай бөлмеге жатқанбыз. Міне коляскамыз тұр мында. Сонымен Айша мен Мұстафа жаңа тамақ ішіп қайтадан ұйықтап қалды. Көлсайға бармай қойды олар. Ал қалғандары Көлсайға кетті қонақтармен бірге. Біз үшеуміз қалдық. Көп жүргім кеп тұрған жоқ қазірші. Остеопатқа емделіп жүргенген кішкене ем болсын, өзімді өзім күтейін, қинамайын деп сіздерге мына видті көрсеткім кеп тұр ғой. Міне Инстаграмнан көрсеттім көбіңізге. Енді ютубыма да салып қойайын. Мына қараңыздар, қаладан осындай өмірді көру үшін келеміз ғой. Әлі жүрмін, бағана жүргем. Айналып келе берем. Деген табиғат, мынау жота. 20 минутта шығуға болады дейді. Жотаның төбесіне. Сол, сөйтіп жүрм, екеуі ұйықтап жатыр. Ұйқым келмейді менің. Қазір Айша тұрса, волейбол ойнаймыз. Туған інімнің бизнесі келіп, менің атымды айтсаңыздар, скидка жасап бер деп айтам.
Так что менің подписчиктерім келсеңіздер болады. Мына бір үйге мысалы 10 адам жатса да болады, 15 адам жатса да болады. Мысалы 5 баламмен мен бір жерге барсам, әр балам ақша алады ғой. Бір балаңа плюс 10 мың, плюс 15 мың деп ақша алады. Ал мына жерде бір ақша төлейсіздер, соған 2 семья болып келіп жатуға болады. Потому что киіз үйлер кең. Көрсетейін ба? Жаңа енді сторисімде көрсеткеннен кейін ютубыма көрсетпедім ғой, кстати. Жарайды, көрсетіп кете салайын сіздерге. Міне адамдар бар ғой, енді адамдар келіп жатады. Мен мынандай бурчаткалар бар. Қазір көрсетейін. Терезесінен көрсете салайын ба? Жоқ, жарайды, кіре салайыншы. Кіріп көрсетейін сіздерге. Міне кірдіңіздер. Міне этно стилдегі киіз үй. Бұл андай киіз үй емес, обычный үйлер сияқты үй ғой. Просто этно деп айтылады да. Мінеки. Міне мына терезені ашсаңыздар, міне жаңағы вид қарап тұрасыздар. Өз басыма мына жерге көрпе төсеп, кітап оқып, терезені ашып қойып жатқан ұнайды. Мынандай столы бар, мынандай матрасқа жатасыздар. Мынау жамылатын көрпелер, мынандай әдемі көрпелер төсейсіздер матрастың үстіне. Мынандай шкафтары бар, киім ілесіздер, анау. Потом біздің балалар сияқты, балалары жаңағы туалетке бара алмайтындарға арнайы осындай душ, туалет, бәрі бар ғой. Сол кітаптарыңызды оқып, мен бармай сол кітап оқимын деп жатырмын осында. Ане мына жерде от жағады, качелясы бар, волейбол ойнайды ортада. Ана асханадан тамақ жейсің. В общем, любой тамаққа заказ бере бересің ғой, любой тамаққа. Мына апай күшті, енді прям дәмді, жаңа көрдіңіздер ғой видеодан. Дәмді пісірді ол кісі. Сірне жеп алдық, сірнеге заказ беріп, енді жүрмін ары бері қарап. Кайф та, просто кайф. Сол мешіт міне тұр. Қайыңдыға барғанбыз алдында. Оң алдында Көлсайға барғанбыз, сонымен қойшы деп барғым келмеді. Балаларыммен жатайыншы одан да деп. Тыныш. Кітабымды оқып деп жатырмын. Қанша жерге демалыс орнына барып жүрміз ғой, уақытқа дейінші. Барлық жерде мен 5 баламмен бір бөлмеге жата алмаймын. Менен доплата алады, әр балаңа 15 мың дейді. Ең арзаны 15 мың дейді, 20 мың алады. Ана киіз үйге сіз 5 балаңызбен келіп спокойно сез. Біз мысалға түнде рахаттанып жаттық қой, көрпе матрастың бәрін төсеп, көрпе жамылып рахаттанып жаттық. Даже наяққа компаниямен келеді екен, қыздар, жігіттер, мысалы 15 адам болып келіп, бір баған төлеп кетеді екен. Осы бір киіз үйге жатады екен 15-і. Оларға 5 мыңнан бір адамға сондайдан айналып тұр ғой, сондашы. Виптары 50 мың деді ма, 60 мың деді ма? Жаңа туалеттері барлары 60 мың, по-моему, или 50 мың бекен. 60 мың деген сияқты. Бағаларын уточню. Көлсай лайф деп жазсаңыздар шығады инстаграмға шы. Ағылшынша Көлсай лайф. Сол бала шағам ұйықтап жатыр мына жерде біздікілер. Не ұйқы мынау, не жадыс. Пастельдерде новый, прям андай тап-таза екен. Сол ұйықтап жатыр, тәп-тәтті мына жігіт. Бұл битетін болған. Өстіп еңбектеп, осылай ұйықтап жатса, осымен еңбектеп, мына паласқа шығып кете береді. Еңбектеп кете салады, в общем. Опасный болған ғой. Оянатта еңбектеп кете береді. Тоқтатамайсың. Дауысын қарса, көкшіліктің дауысы сияқты. Басында қорғасымен несімен болып, лесіне дейді. Сол саласымен бақтырасында тартып тұрасың. Міне күшікпен ойнап жүрміз. Красавчик күшік бар екен. Балам қорқып отыр, аяғым битсем қорқып отыр аяғым. Тартып отыр, күшіктен қорқып отыр. Жа, екіншісі қайқа кетті? Екіншісі бар еді. Сарко. Сары күшік бар еді. Баламды ойнатайын. Кел, ей. Кетіп қалды. Міне. Десең. Аяғым битсем қорқып отыр.
теуіп қояды аяғымен. Сарконай, Қарконай. Сары итпен қара күшік, то есть. Қорқақ, мына қорқақ деген. Қорқып, аяғын тартқыштап сөйтіп жатыр. Қазір кешкісін мында от жағамыз, костер. Костер болады. Балам, костер болады. Қарап отыр маған түсінбей. Дайындық қойдым, отындарын салып. Давайте. Айба! Ойланып қаласың, давай. О, ой, молодцы! Көне отырмыз. Кішкене алыстау тұрайық. Вообще-то не один. Сіз алыстау кішкене. Иә, тамасын. Екі. Келдік үйге. Сонша зат алғанбыз ғой деймін да. Мына заттың бәрі. Иә. Мына заттарды, оказывается, жаңа не заказ беріп алдыртқам ғой. Сөйтіп осылар келген. Бұлар жаңағы заттардың ішінде жоқ, в общем. Короче, Айшаға заттар алып заказ бердік. Мынандай ертең кетсе, несіне деп пастельге заказ бердім. Ашы полуторка ғой. 2 түріне бердім, ауыстырғанға дейді. Мындай голубой цвет надо, что-то ондай жоқ. И мынандай серый на заказ бердім. Серый да тоже әдемі ғой. Мына ішінде еще пижамасы бар. Көйлек бірақ осаған келмейді. Қазір көйлек шашы. Материал қандай екен? Күшті ма, күшті емес пе? Жоқ, нормально. Нормально екен. Күшті екен. Күшті екен. Короче, осыған заказ бердік. Пастель енді анауында халатыңды. Сосын мынандай халатқа заказ бердік. Вафельный шы. И мынандай неге заказ бердік. Полотенце. Қазір полотенцені да көреміз. Мынандай вафельный. Андай ашық цвет таппадық, ішіндегі более нормальный цвет, осы цвет болды. Қызым душқа түскеннен кейін киіп жүрсін деп. Енді орамал тұташ, орамалдың качествосын көріп. Бәрдің качествосы маған маңызды болды. Айша чемодан дайындаған кезде де сіздерге дұрыстап көрсетеді, енді бүйтіп жақыннан мен өйтіп көрсеткім келіп тұрған. Жынды болдым, таңдаған домашний болды. Осындай домашний еді, в общем, ішіне. Мен андай полотенце андай жақсы сіңіретініне заказ бердім. Жақсы болды. Енді ризасың ба, қызым? Достар сенікі. Аружанның чехолын көрсетіп жүрейін. Мынандай чехолға заказ берген тәтем. Қазір желтый болған.
хит болып жатыр ғой ана чехолдар. Анау сарғайып кетті ғой да табы. Мына помадасы келеді екен, как раз күшті. Басқа помадалар онша келмей тұр. Мына қараңыздар, әдемі болды. Негізі басқа помада ғой, бірақ мынау да келеді екен. Андай ше. Бай салат. Мынау әдемі келіп тұр, мынау да. Өзіңе ұнады ғой қызым. Саған ұнаса болды. Біз енді қазір Аружан шаңырақтан қазір келді. Сөйтіп шаңырақта жаңа бантикті ұмытып кеткен. Сол бантикке заказ беріп курьермен. Біз, короче, тоймартқа барамыз да, сөйтсе не бар екен деп. Сөйтсеген мен нан алдым да сіздер екеуміз міне. Сөйтіп сол кезінде мен өзіме бір бантик алғам. Маған мектепке керек болады ғой, ертең аламайын деп. Ептегі өзіме бір бантик алғам ғой. Сөйтсеген үйден 1-2 сағат өткеннен кейін барып сіз айттыңыз. Жоқ, соны енді салмайсың ба сумкаңа? Содан кейін сол үстінде тұр, прям былай ашылып. Соны, короче, курьермен алдырып жатырмын, в общем, бантикті. Жаңа чехолын, қайда чехолын көрсетсем, орамал ұстап душқа түсейін деп жатыр. Вот әдемі ғой, айтыңыздаршы, мынау серый, мынау голубой, серый, екеуі как будто андай голубой сияқты болып көрініп тұршы. Мынау рухут жабырап. Өзінің помадасын алады скоро. Оның негізі алу керек болған. Ол вообще комплект болса вообще күшті болатын еді. Ол сатылмайды екен комплект болып. Сатылады, бірақ 18 000 болды ма? Сосын қойшы қызым деп алып бермедім. Мына помадасын өзі барып сатып алады. Ну, пока что это нормально. Но это более-менее, чем былай жүргенше, лучше вот былай осы уже. Өстіп жүрем дейді, сабақ қосып барады енді қыз. Хоть бы апай не подумала, телефон жинау сұралы. Какой там первый сразу апайың ойына келетін бірінші ой. Телефонды тығып апару керек ше. Айтпақшы, мынандай гүл алдық Фатимаға. Кішігірім ғана, кішкентай ғана андай не апайына өзінің қолына удобный болсын деп осындай кішкентайын алдық. Ал осымен влогым аяқталды. Уақыттарыңызды қиып, менің влогымды көргендеріңізге, лайк басқандарыңызға көп рахмет. Мен сіздермен қоштасам. Құдай бұйыртса, ертең 1 сентябрьде тағы кездесеміз. Сау болыңыздар.